Ұлы даланы жайлаған түркі қағанаты Еуразия кеңістігіндегі ең қуатты империялардың бірі. Түркілер дәуірінен қалған мол мұра адамзат тарихындағы әлемдік өркениеттің баға жетпес байлығы болып бағаланды. 2009 жылдың 3 қазанда Әзербайжанның Нахчыван қаласында өткен саммит байырғы түркі рухын қайта жаңғыртты. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев түркі дүниесін зерттейтін ғылыми зерттеу орталығын құру идеясын ұсынды. 2010 жылдың 25 мамырында күллі жұрттың атбайлар қазығына айналған Астанада бейбітшілік және келісім сарайында Түркі академиясы ашылды. Түркі дүниесімізге ойлы, биік парасатты, білікті де білімді адамдарының басын қосатын Түркі академиясының ашылуы түркі тілдес халықтардың төл тарихы мен мәдениетін өркендетуге жұмылдырады деп сенемін. 2014 жылы Әзербайжан, Қазақстан, Қырғызстан және Түркия президенттерінің келісімімен Түркі академиясына халықаралық мәртебе берілді. Академиядағы теңдессіз дүние атақты түркі танушылардың коллекцияларынан жинақталған 62 мыңға жуық кітап қоры бар түркі кітапханасы. Түркі халықтарының бай мәдени мұрасын топтастырған түркі тарихы мұражайы. Академия 2017-2018 жылдары түркология, алтаистика және монголистика бағыттарында 40 ғылыми жобаны жүзеге асырды. Жалпы алғанда 2016-2018 жылдары Академия ағылшын, Әзербайжан, қазақ, қырғыз, мажар, моңғол және түрік тілдерінде 100-ден астам жаңа кітап басып шығарды. Академия сондай-ақ 4 тілде Global түрікпен алтаистика және түркология атты ғылыми журналдар шығарып келеді. Ал 2018 жылдан бастап алтаистика, түркология, монголистика журналы жарық көре бастады. Академия 2018 жылдың 30 сәуірінде ЮНЕСКО-ның Париж қаласындағы штаб пәтерінде рухани жаңғыру және мәдени мұра қадымнан келешекке түркі тілі атты халықаралық форум өткізді. Соңғы 2 жылда Түркі академиясы 40 халықаралық конференция мен форум, 30 семинар мен дөңгелек үстел ұйымдастырды. 2016 жылдан бері Астанада халықаралық Түркі академиясының ұйымдастыруымен Ұлы дала гуманитарлық ғылымдар форумы өтіп келеді. Академияның ауқымы жылдан жылға өсіп келеді. 2018 жылдың 13 желтоқсанында халықаралық Түркі академиясына бақылаушы мәртебесін алуына байланысты ұйымға Мажарстанның мемлекеттік туы табыс етілді. Халықаралық Түркі академиясы түбі бір түркі халықтары тұтастығының алтын бесігі.